Сәлеметсіздер ме? Сабағымыз тақырыбы болашақтың мектебі. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі ойды түсінеміз. Берілген тақырыпқа сәйкес тапсырмалар орындай аламыз. Тірек сөздерді орынды қолданамыз. Жаңа сөздер: жақында, недавно, шетел, зарубеж, бірнеше, несколько, меңгеру, освоить, заман, время, озық, передовой. Бірнеше: 4-5 немесе 5-6 оқушы. Аулада бірнеше оқушы ойнап жүр. Аулада 5-6 оқушы ойнап жүр. Меңгеру, үйрену. Мен шет тілді меңгергім келеді. Мен шет тілді үйренгім келеді. Заман, уақыт. Қазір компьютердің заманы. Қазір компьютердің уақыты. Озық, ең жаңа, үздік. Біз озық техниканы ғана қолданамыз. Біз ең жаңа әрі озық техниканы ғана қолданамыз. Шетел, өзге ел. Шетелді көргім келеді. Өзге елді көргім келеді. Не туралы екенін айт, мағынасын талқыла. Біз 2070 жылы тап болдпыз. Бізге бірнеше оқушы жақындап келді. Бізбен танысты. Олар бізді өз мектептеріне алып барды. Олардың мектептері біздің мектептерден өзгеше. Әрі оқушы мектепте кем дегенде 7 елдің тілін меңгереді екен. Мектептері озық техникамен жабдықталған. Оқушылар сабақты тек электронды және кәдімгі біздікіндей оқулықтармен оқиды екен. Оқушы қалаған пәнді ғана оқи алады. Мектеп формалары да басқа. Ұлттық үлгіде тігілген. Ең жақсы жаңалық: қазақ тілі халықаралық тіл дәрежесін алыпты. Біз өзімізге жаңа дос таптық. Оның есімі Сұңғат. Ол ертең бізбен бірге қаланы аралайды. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Қорапты ашпаңдар деп айтқан кім? Қорапты ашпаңдар деп айтқан көрші ағай. Болашақтың мектебінде оқушылар қанша тілді меңгереді екен? Болашақтың мектебінде оқушылар 7 елдің тілін меңгереді. Олар қайда тап болды? Олар 2070 жылға тап болды. Болашақтың оқушылары қандай? Болашақтың оқушылары ақылды. Сабақтары қалай оқытылады? Оқушылар сабақты тек электронды және кәдімгі біздікіндей оқулықтармен оқиды. Қазақ тілі қандай дәреже алған? Қазақ тілі халықаралық тіл дәрежесін алыпты. Болашақта мектептер қалай жабдықталады? Мектептер озық техникамен жабдықталады. Ал енді балалар, болашақ мектебі туралы өз ойларыңды жазып көріңдер. Сау болыңдар.